Достар, енді біздер онлайн кассаға, мобильный кассаға қалай Каспий Голд арқалы ақша төлейміз, соны көріп шығамыз. Бір жылға ақша төлейміз, бір жылға подписка боламыз, достар. Оның үшін платежиға өтеміз, платежидан интернет и ТВ деп тұр ғой, осыған өтеміз, интернет услуг. Енді мына жерге іздеу береміз, онлайн касса деп. Міне шыға келді, онлайн касса бірінші тұрғаны, достар. Енді мына жерге не жазамыз біздер? Стандарт бір айлық, бұл көп болып кетеді. Мысалға бір жылға әр ай сайын сөйтіп төлеп отырсақ, біздерге өте көп болып кетеді. 36 мыңға қанша болып кетеді. Одан да бір жылға бірден сатып аламыз, достар, мобильный кассаны, астындағы мобильный кассаны, достар. Мобильный касса бөлек, не бөлек бұл жерде, достар? Қазір үстінде стандарт дедім ғой, ол веб версиясы ненің? Онлайн кассаның, мысалға сайт арқалы, сол жерге артикулдарына түрлі тауарларды кіргізіп, сайт арқалы басқарамыз. Енді сайт арқалы басқарғанымыз 3360 теңге дейді. Бір айға дейді ол, стандарт тариф. Екіншісі оптимальный вариант дейді, бір жылға 33 мың дейді. Бір жылға веб версиясы. Енді полгоды, жарты жылға 18900 теңге дейді. Енді біздер оларды алмаймыз, достар, мобильныйды аламыз, именно біздер. Мобильный 14950 теңге. Соны аламыз, мобильныйды. Өйткені сол удобно біздерге. Мобильный арқалы чек береміз, WhatsApp-қа жібереміз, түрлі әлеуметтік желілерге, мысалға социальный сеттерге, мысалға жаңағындай сұрайды ғой клиент. Мені WhatsApp-қа жіберіп бере сал, фискальный чегімді десе, WhatsApp-қа жіберіп беруге болады, достар. Ыңғайлы жағы сол, кейін принтерге жібере аламыз бұны, достар, біздер. Енді соны біздер бір жылға сатып аламыз осы программаны. Мобильный дегенді басамыз 14950, достар. Кетті. Заводский номер деген не бұл жерде? Заводский номерді басамыз мына жерге, достар. Білесіздер, заводский номерді біздердің уникальный регистрациядан өткен уақыты заводский номер береді онлайн касса. Сол жерге кірсеңіздер, личный кабинетіңізде сіздердің заводский нөмірлеріңіз тұрады, достар. Қазір соны мен жазамын мына жерге. «003 625 72 қателесіп кетпей, достар. Енді басамыз. Бір тексеріп алғаннан кейін. Болды. Тексердік, енді оплатитті басамыз. Кетті. Подтвердитті басамыз. Бір жылға. Міне, достар, төленді. Достар, енді болды. Жақсы, достар, түсінікті болды деген үміттемін. Осымен сабағымды тамамдаймын.